Бүгін табиат біздің достымыз рубрикасында бахардың маликасы, гүлдердің сұлтаны болған лала гүлі хақында біліп аласыз. Білесіз бе достар, лала гүлі бұл апуайы гүл емес. Ол ерте заманлардан берлі гөзаллық, пәкілік сипатында қадірленіп келінген гүл болып есептелінеді. Лала гүлі бахар келуі менен ең біріншілерден болып ашылады. Лала гүлдің жапырақтары нәзік, жұмсақ, шырайлы болады. Ал реңі болса, бәрхама ашық қызыл, ақ, сары, ямаса ақшыл, қызғыш рең болуы мүмкін. Бірақ олардың ішінде ең атақлысы һәм жүректерге жақын реңі бұл әлбетте қызыл лала. Достар, әлбетте сізде лала гүлі қай уақытта һәм қай жерде өседі деген сұраулар пайда болуы мүмкін. Лала гүлдері көбінесе бахарде, март һәм апрель айларында ашылады. Олар сахраларда, тау етеклерінде, хәтте жабайы тоғайларда да өседі. Әсіресе Сурхандария, Қызылқұм, Зарапшан ойпатлығы һәм Ташкент уәлаятының аймақтары лала гүлдерге жүдә бай болып есептелінеді. Білесіз бе, дүнияда лаланың 3000-нан артық түрі бар. Олардың айрымлары кіші, айрымлары болса үлкен. Әр түрлі формада, хәттегі жұлдыз сияқылда болып келуі мүмкін. Өзбек халық ертеклерінде лала гүлдің аты көп мәртебе тілге алынады. Оның нәзіклігі, пәкілігі жақсылықтың тымсалына айланған. Лала гүлі қаншама гөзал болса да, ол жүдә нәзік гүлдердің бірі болып қала береді. Сіз оны көзіңіз һәм қалбіңізбенен жақсы көрің.